Баршаңызға сәлем достар. Сіздерге мен бүгін куриный пирог көрсетем. Ұнымызға тұз саламыз, разрыхлитель саламыз, сары майымызды саламыз. Араластырып, жақсылап илеу керек болады. Бір жұмыртқамызды салып, қаймағымызды салып, жақсылап илеп, иін қандырып, басырып қою керек. минутқа холодильникке қойып қоямыз. Начинкаға тұз, бұрыш, қаймақ құйып, сұйық май араластырып, жақсылап араластыру керек болады. Начинкамыз дайын. Видеоның астында описанияда толық рецепт тұр. Телеграм каналыма, инстаграм аккаунтыма сілтемелері тұр. Сілтемеге өтіп, маған тіркеліп кетіңіздер. Қамырымызды 4-ке бөліп, 4 түрлісін көрсетемін. Қамырды бөліп, жаю керек болады. Бір түрсі ол өрме түрсі болады. Жайғаннан кейін бұлай бөлу керек болады. Пышақпен кесіп, ортасына начинкасын салып, сыр сепсеңіз де болады. Осылай өріп кете бересіздер. Пирогтың үстіне жұмыртқаны жағып, қызып тұрған пешке саламыз. 45 минутқа, 160 градусқа. Пирогымыз дайын, достар. Пирогымыз осындай болып шығады. Келесі видеода кездескенше, достар.